Ал енді мына құрметті қазақстандықтар, қазақ елі, қазақ жұрты, біз мынау Маңғыстаудың қар ойы, соның ішінде осы Бекет-Атаға жақын мынау Жабай ұшқан деген жердеміз. Енді естуіміз үлкендерден Жабай ұшқан деген бұл уақытында бір үлкен кісі қасына баласын ертіп жағы бүркіттің ұясына жағы балапанын тас түлекті алуға шығады ғой. Содан жағы бала жіппен ұясына қарай түсіп баратқанда жаңағы құс анасы келіп жіпті үзіп кеткен дейді. Содан бала ұшып кеткен екен. Содан кіндіктен жалғыз бала әкесі елге барғанда қай бетімді көрсетем, мен де осы көшеден орын табайын деп аттың астындағы көзін байлап ұшып кетіпті дейді. Сөйтіп о дүниелік болды дейді. Бірақ артынан сөйтсе бала жағы ұшып кеткен бала бірінші ол жерге түспей бір бұтаның арасына тіреліп қалып аман қалған екен дейді. Мынау енді жабай ұшқан деп айтылғанмен нақты қай жерінде ұшқаны белгісіз. Жалпы осы бір құламаны жабай ұшқан деп айтады екен. Ал артық кен тұстары болса айып етпеңіздер, естіген әңгіменің бір парасы деп біліңіздер.